Аузу биллахи минашшайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті мұсылман қауым, бүгінгі тақырыбымызға мұрындық болып отырған мына суреттегідей шұлық жайында әңгіме қозғасақ деп отырмыз. Соңғы кездерде байқап жүрсіздер, ер адамдар осындай әйелдерге тән бәбет деп аталатын шұлық киіп жүр. Тіпті ел ағасы жасына жеткендердің өздері мұндай шұлықты киіп алатынды шығарған. Негізінде бұндай шұлық әйелдерге тән шұлық. Мұндай шұлықты еркектер кимеуі тиіс. Неге десеңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше хадисінде әйелдердің киімін киюді қатаң тыйым салған. Сондықтан да әйелдердің киімін кию ислам дінінде ер адамдарға не болып есептелінеді? Харам болып есептелінеді. Бұған байланысты бірнеше хадистер бар. Сондай хадистердің бірінде сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху былай деп хабар береді. Ла'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ар-раджула елбасу любсатал мар'ати. Алла елшісі әйелдің киімін киген ер адамды лағнеттеді. Вал мар'ата талбасу любсатар раджули. Және ер адамның киімін киген әйелді де лағнеттеді деген. Раваху Абу Дауд рахматуллахи алейх. Осы хадистегі мысалы лағнеттеді деген сөз ер адамдардың әйел адамдарға тән киімді киіп жүрулерінің харам екендігін, немесе ең жоқ дегенде харамға жақын мәкрух екендігін несейді білдіреді. Басқа бір хадисте сахаба Абдуллах ибн Аббас Алла елшісі әйелдерге ұқсап жүрген ер адамдарды және еркектерге ұқсап жүрген әйелдерді лағнеттеді деп хабар берген. Өйткені әйелдерге тән киімді кию еркектігін жоғалтады. Өздеріңізде байқасаңыздар, мысалы осындай шұлық киіп алған ер адамдарда бейне бір еркектіктің бейнесі, көрінісі азаятын сыңайлы. Ал енді ислам болса, еркек сияқты, әйел сияқты жүргенін қалайды. Сол себепті қазіргі таңда белең ала бастаған мынандай шұлықтарды ер адамдар кимегендері дұрыс. Бұл әйелдерге тән, әйелдердің киетін шұлығы. Сондықтан да бұл да жоғарыда атап өткен хадистің аясына кіріп кетеді десек, қателеспеспіз. Сол себепті кәдімгі еркектерге арналған шұлықты киген дұрыс. Ал енді мода қуудың да жөні бар. Ислам діні заманға сай киінуге, немесе модаға сай киінуге қарсы емес, бірақ оның да жөні бар. Оның да белгілі шарттары бар. Бір шарты сол, киетін киімі әйелдерге тән үлгіде болмау керек. Осы жөнін ер адамдар ескерсек, нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Алхамдулиллахи раббил аламин.